Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әпәтей Мұқарабұлының киелі көші атты романының жалғасы. Есіханның күмбезінен түн болса шам жанып, нұр шашып тұрады. Бұл бекір адам емес, үлкен шарапатты адам екен деген аңыз тарап жүрді. Жат естігенде бұл тақырып Ғалипа Алтай Хакыбұлының естеліктерім атты тарих дастаны мен Сейітхан Бортан Қажыұлының Қарамолла 30 қостың кешуі атты тарихи дастаны негіз етіп, 1947 жылы отанға оралған Тоқтаубай, Сарбуған, Шәкей, Чәмчи қатарлы адамдардың айтқанымен 1980 жылдардан кейін елімізге Түркия, Германия, Швеция қатарлы елдерден туышылай келген қандастарымыздың шерткен хикаяларына негізделіп жазылды. Үндістанға барған елдің көрген машақаты жоғарыда баяндалғаннан әлдеқайда ауыр. Мен кітап көлемінің шектілігі қатарлы себептермен тұжырымды қысқа ғана байымдадым. Осы тақырыпта арнаулы шығарма жазғандардың көрген кісінің көз жасы құрғамайтындай әсерлі, толық аянышты суреттей алатынына сенемін. Бұл қандастарымыздың көз жасы әлі кебе қоймаған аянышты тарих. Елге қайтқан 30 қос. Жоғарыда баяндалған екі топтан 30-дің үстінде түтін, 100-дің үстінде адам бөлініп шығып, Тырнауадан тура солтүстікке тартты. Бұл бөлініп шыққандардың үлкендері Молқы, Қасен, Сейітхан, Жақша, Қарамолла, Шоңбай, Дүзбай молла, Сәби молла, Сарбуған, Секел Жәукіш қажының балалары, Сейітбаттал, Чәкей, Тасбике Тоқтаубай, Жәдік Сағдолла, Баязит қатарлылар. Бұлардың бірнешеуінде ғана бірер түйе, бірнеше жылқы бар болатын. Көп сандысы жаяу жалпы азық-түлігін көтеріп, нәрестелерін арқалап, ұсақ балаларды жетелеп шыққан. Бұл ел алғашында қоңыр салқын жон жерге барып, жан бағуды ойластырып, Кашмир районын кесіп өтіп, Қарақорым тауының теріскейіне ілініп аялдады. Шекараға таяған сайын адам пендесіне көрінбей, жасырынып жүріп жан бақты. Бір тәуір салқын жерге келген соң науқас азайып, адамдар сергей бастады. Бірақ Жонтаудың ысы да оңай жау емес еді. Міне осындай жағдайда елің өңіліне қашанғы ен тауда жасырынып жүріп жан бағамыз. Одан да осы бетімізбен жүре берсек, отанға, артта қалған ел жұртқа жетпейміз бе деген ой келді де, жаз өтіп күзге қарсы Жүнге Үндістан шекарасының адам баспаған тауларынан ұрланып асып түсіп, Чизан районына жетті. Бейбіт жатқан ел жайылған малға келгенде Қазекеңнің тіршілік қаны қайнап, көздері тұнып кетті. Үлкендердің тек жүрсең тоқ жүресің, обадан қалған жәнді Саржонның Занзуына алдырасыңдар, тыныш жүріңдер дегеніне азаматтар қарамады. Жайын жатқан Занзулардан бір қанша қара мылтық алып, қоралап мал айдап келді. Тіпті балаға зәру болған бірнешеуі балада алып келді. Занзулардың сыры өздеріне мәлім. Енді Занзуды ішкерлемей, Ладақ, Қарақорым тауларын теріскейлеп батысқа тартты. Елдің бәрі көліктеніп қорасына қой түскенімен ыс ілеп әкетті. Арттарынан қуған Занзу малшылар да андағайлап жетті. 30 жігітпен жау тосқан Молқы, Қалымжан, ішінде бір қанша азамат Занзулардың оғына ұшты. Тасбике Базылқан Занзуға қолды болды. Сарыжонда күнде түнге жалғаған атыс шабыста тынымсыз көште көптеген адамдар ыстиып, ысып кеуіп кетті. Шоңбай, Жүзбай молла, Сәби молла қатарлы адамдар елге жерге қайтамыз деген асыл армандарының алғашқы қадамында дүние салды. Неше жүз Занзу қуғыншылары бұл азы ауылды жарым ай қуғындап соңынан қалмады. Осы қуғынның себебінен Қарақорым тауын күнгейлеп қашқан Қасендер талай мұз таулардан асып, қоңыр адырларды басып, Тас қорған ауланынан келіп бірақ шықты. Осы жердегі тәжік қырғыз ағайындардың жөн көрсетуімен бұл аз ауыл сол беті көшіп, Поском ауданы көлеміне жетті. Қанша дегенмен мұсылман пенделері өз тұрмыстық ахуалдар тапшылығына қарамай, көмек қолдарын созып, арпа, бидай, борми қатарлы астықтарымен, тонар тоқаштарынан жылу жинап берді. Диқандар бос там үйлерін беріп іштеріне тартты. Жерлік үкіметте енді босып тозбай осы жердегі қырғыз тәжік ауылдарының ішіне кіріп, жан бағуды үгіттеді. Азып тозып барған қазақ ауылы осылай тұрақтап қалды. Бұл 1943 жылдың соңы, яғни қысы еді. 1943 жылдың жазында Ысқақбек пен Қасым Мамадоев, Мемет Айса, Чырынбек қатарлы көзі ашық көкірегі ояу адамдар бірлесіп, Тасқорғанда азаттық ұйымы мен партизандар әдіретін құрды.
Осы жинақтың естеліктеріне қарағанда, Шинжаң үш аймақ төңкерісінің ықпалында оңтүстік Шинжаңның жер-жерінде алға басар адамдар бас болған азаттық ұйымы партизан көтерілісшілер әтіретін құрылып, халық пен Гоминдан билеушілердің арасындағы қақтығыс күн сайын күрделескені анық. Осы қозғалыстарға орай партизан ұйымдарының бастықтары жан сауғалап барған қазақтарды осы ұйымдарға қатынасуға әрбелеп, біздің партизандар Гоминдан әскерлерімен ұқсамайды. Кері тартпай ескі үкіметті аударып, жаңа демократиялық үкімет құрамыз. Байлардың жерін малын алып, кедейлерге бөліп береміз. Сендердің қазақ көп орналасқан Іле, Алтайларда мұндай күрестер баяғыда басталып кетті. Біздің қосынымызға кірсеңдер, астарыңда ат, мойындарыңда мылтық, тамақ тоқ, күнде атыс шабыстың қызығында боласыңдар. Түскен олжамен қатын балаларыңды асыраймыз деп майын тамызды. Есі ақылы шығып келген қазақ байқұстар терліктерге сүйеніп, жан бағып, ауқаттанып алған соң қазақ елін іздеуді ойластырды да партизан әтіретіне қатынасуға 18 азаматты тізіп берді. Бұлар шетіне мерген спор мықты жігіттер еді. Қосынға кіре сала, мойындарына бір атар мылтық асылып, астарына сайгүлік мініп, киімдері жаңаланып, өңдері жасарып шыға келді. Басқалар жерлік байларға жалданып, малын бағып, егінін салып, қарттары мен жас балалар күні бойы құржа аралап, қайыр тілеп жан бақты. Партизан әтіреттері де шамаша көмек көрсетіп тұрды, бәрінен де кісіні қуантарлығы. Қоңыр салқын құрғақ ауа, қаңқ еткен науқас адам жоқ, және қайда барсаң да үн қатысып тіл айқастыратын түрік қандастар. Сұрау сұрасаң да денің сау, көңілді жүресің. Үндістандағы табиғаттың қызыл қырғынынан шыққан елге осы келген жерлері атамекен Алтайдағы туған еліне келгендей сезілді. Бірақ қандай бір жақсы істің де жаман жағы болады. 1944 жылдың жазына келгенде партизан қосындары кеңейіп, Яркен, Қағылық, Поском аудандары көлемінде Гоминдан әскерлерінің кіресін тонау, қарауылдарын алу, шағын қосындарына шабуыл жасау қатарында соғыс көбейіп, жағдай барған сайын күрделесті. Бәрінен де қорқыныштысы. Соғыс болса қазақтарды алдыға салатын болды. Ұрыс аяқтаған соң қорытынды жиындарда қазақ азаматтар атқа мықты, мерген жүректі. Бүгінгі ұрыста пәленбей сөйтіп, түгеленбей бүйтіп батырлық көрсетті деп мақтап, ұрыста түскен олжалармен сыйлап қоятын. Осымен жарым жыл уақыт өтті. Соғыс барған сайын күрделесті. Алдыңғы шепте ат ойлап жүрген қазақ азаматтарының үшеуі оққа ұшып шәйт болды. Бұл қалғандарына қатты уайым салды. Осыдан кейін өздерінің далбасалық пен мылтықтың қарауылы оттың өтінде жүргендерін, егер бәрі шәйт болып кетсе, 30-қанша қостағы қатын бала кәрі құртаңдардың ешқайда бұрда алмай осы жерде тұрып қалатынын ойластырды. Ойлаған сайын ойлары бұзылып, қосында бір күн тұрғылары келмеді. Сонымен қалған 15 жоспары құрып, ауылдарын алып қайта шығыстағы Саржанға шығып кетуді жөн көрді. Ауылға іштеріндегі ересектеу біреуін жіберіп, ауыл ақсақалдарымен ақылдасып, ауыз бірлігіне келген соң, уәделескен күні түнде 15 жігіт қосындарынан қашып шығып, Сарылыққа азық-түліктерін артып, даяр отырған ауылдарын бастап шығысқа тартты. Сол суыт жүріспен түс қиғанда Яркен өзенінің жағасына келіп жетті. Маусым айларында Қарақорым тауының күнгейіндегі қарлы шоқылардан түскен Яркен өзені қызыл бұйра толқын атып тасып жатқан болатын. Бас аяғынан өткел іздеу мүмкін емес. Ел тарығып қалды. Осы кезде арттарында қалған тау бөктерінен шаң көтерілді. Дүрбі тартқан Қасен батыр еркектерді қасына шақырып алып қатаң үнмен: "Ана көрінген шаң бізді қуған партизандар тобы. Мына өзеннен өтіп кете алмасақ қолды болғанымыз, атыссақ қырылғанымыз. Енді көп сөйлеп тұратын уақыт емес. Олар жеткенше өзеннен өтіп кетейік. Қатын балаларыңды түгел Сарылыққа мықтап таңып, өздерің аттарыңа мініп, Сарылықтың еңіс жағымен суға түсіңдер. Болыңдар. Өлсек те, өссек те бір Құдайдың бұйрығы. Ал қане, қозғалыңдар." Қолын бірақ сермеді. Артта шаңдатып келе жатқан жау, алда ар жақ, бер жағы дауыс шақырым асау өзен. Ел шошып кетті. Шошса да қайратына мініп, әйелдерді Сарылыққа мінгізіп, аяқтарын Сарылықтың бауырынан сарпастап байлап, белдеріне Сарылықтың құйысқаны мен өмілдіргінен тартып байлап, ересек балаларды әйелдердің арқасына жабыстырып таңып, кішкене нәрестелерді ерлер арқасына таңып, Алла аллалап айғайлап, бір Алла өзін қолдай көрді айтып, өзеннің бір жадағай жерінен топтасып өзенге түсті.
Ел Сейтқан бастап суға түскенде Хасен Батыр қолындағы мылтығын оқтап, қасына бір қанша мерген жігіттерді алып, жағада қуғыншыларды тосып қалды. Мергендер оқ жетер жерден атқылап, бір-екеуін омақастырып, қуғыншы іркіле қалғанда өздері де аттарына мініп суға түсті. Қар суымен тасыған өзен ат пен сарлықтарды түскен жерден еңістетіп ала жөнелді. Әйелдер мен балалар сарлықтың арқасында жабысып шулап барады. Үлкендер арқаннан мықтап ұстап, көздеріңді жұмып алыңдар деп айғайды салады. Сарлық жануар жамбастап малтап барады. Атқа мінген азаматтар да су бетінде қалпақша қалқып, аттарының шоқтығынан мықтап ұстап алға ұмтылып барады. Bir тәуір өзеннің аңғары кең, екі жағы жаттық. Сонымен не болсаң со бол, өзенге түскен жерлерінен дауыс шақырып еңістеп барып, арғы баққа өтіп шықты. Қуғыншылар да өзен жағасына ілініп, құлдай шауып оқ шығарды. Сарлықты қамшылап қуған азаматтар болымсыз төбені айналып далдаға түсіп кетті. Хасен Батыр бастаған топ төбеден дүрбі тартып қарауылда қалды. Сарлықты көш сол бет өзеннен алыстай берді. Қуғыншылар қоқайлап мылтық атқаны болмаса, қызыл бұйра өзеннен өте алмады. Өзенді жағалап елден қалған ұсақ түйек заттық дәлелдемелерді байланып алып кері жолына түсті. Қуғыншылардың қайтып кеткенін көрген ел бір қойнауға түсіп киімдерін кептіріп, адамдарын түгендеді. Екі әйел екі сарлық суға кетіпті. Соның бірі Молқы Сарбұғанның қарындасы еді. Осы жерде киім кептіріп ыстық ішіп ел түнеп қалды. Түгел жалаңаш қос. Бұл көш сонымен қиыр шығысқа үздік 10 күн көшіп, бір көлденең тауға келіп, жері иен аңы көп болған соң бір жұма көліктен отырып, аң атып аялдады. Алдымен жер шалмай қазақ жолға шықпайды. Хасен Батыр өзі бастап, қасына 10 шақты жігіт ертіп, жол жала шығып, жер жағдайын, тұрғын ел жағдайын шолулдады. Олар Қарақаш өзенінің жағасына келе жатып, екі ойғырға жолықты. Ойғырлар қазақтардың суық өгінен шошып кетті. Поскамда жыл жарымдай тұрғанда ұйғырша қырғызшаға жетіліп қалған жігіттер жан жағынан сұрақты көбейтіп, екі ойғырдың есі ақылын шығарды. Соңында Хасен азаматтардың айғай-шуын тоқтатып, өзі кеңеске кірісті. Хасен байыппен сөйлеп: "Қайдан жүрсіңдер?" "Хотан ауданынан боламыз." Ұйғырлардың көңілі орнығып қалды. "Мұнда не қылып жүрсіңдер?" "Ой, әкем, біз жан бағышымыз Нәшір кедей боламыз. Мына бас жақта шекара базасы бар. Бұл жер Ғұнжырап шекарасына жақын. Сол шекарада қарауыл бар дейді. Өзіміз барып көрмедік. Мына база сол шекарадағы әскердің оқ мылтық, азық түлігін қамдайды. Мына мал сол базаның малы. Бізді осы малды бақтыруға әкелген. Бұл төңіректе ел бар ма?" "Жоқ, бұл маңға ел жолатпайды. 2 жылдың алдында 30-дай түтін қазақтар келген еді, қарауыл еркектерін қырып тастап, әйел бала шағаларын Қарақаш ауданына апарып тастаған. Бұл кімнің ел екенін білмедіңдер ме?" "Естуімізше Тұңғышбай деген адам дейді. Қабырлары сол қарауылдың өкпе тұсындағы дөңді, кезінде осы маңдағы қырғыз малшыларына апарып жерлетіпті." Ұйғырлар мұңая сөйледі. "Қарақаш ауданы бұл жерге қанша алыс?" "Ойбай, ол Хотан шаһарынан ары. Біз есекпен бір жұманың үстінде жүреміз." "Базарда қанша әскер бар?" Тұңғышбайдың егін қырды дегенде Хасеннің өңі сұрланып, ойына басқа бірдеме түсе қалғандай болды. "Жиыны 20-ның үстінде адам, сондай ма еді?" дегендей жалтақтап қасындағы қарады. Қаба сақал, алакөз қара ойғыр. "Иә, әне күні тамақшылар 24 адам тамақтанады деп жатқан", деді бет аузын сақал мұрт басқан арық сары. "Әскерлері қай ұлт? Мерген батыр ма?" Хасен екі ойғырға тесіле қарады. "Түгел Қытай. Ондай мерген батыр болып жүргендерін көрмедік. Үлкен бастықтары қайда тұратынын білмейміз. Осы жерге айында бір келіп қоқайлап қайтады." Қапсақал қара таяғымен жер шұқып отырып, бұлар өзінен басқаны аямайтын өте жауыз. Базасына таяған басқа адамдарды сұрақсыз атып тастайды. Құралдар сайрап тұр. "Сіздер аламыз деп әуре болмай, көздеріне түспей жоғалыңыздар." Қабасақал аса жанашырлық білдіргендей басын көтеріп Хасенге қарады. Осы кезде жігіттер отын теріп әкеліп, от жаққалы жатқан. Хасен қолын сермеп: "Әй азаматтар, от жақпай тұра тұрыңдар. Түтіні аспанға шығып, мен мұндалап жүрмесін", деді дауыстап. Хасен осыдан кейін де жер жағдайы, базаның ішкі құрылыс жөнінде екі ойғырмен көп кеңесті. Соңында өздері жекеленіп ақыл орап, босып жүрген
Бейбаздарды қырғындаған бұлар жақсы адамдар емес екен. Естігімізше Тұңғышбай да қазақтың бір мықтысы еді. Сол ауыл, сол шәйттердің қаны бекерге ақпасын. Осы қарауылды алып кек алайық. Осы қарауылдан бізге баспаналық азық-түліктік олжа түсіп қалар деген байламға келді. Азаматтар түгел көздер оттай жайнап, қайратына мініп, құралдарын тексеріп, оқтарын басып, партизандық тәртіптеріне келе қалды. Осындайда 1,5 жылдық әскери машықпен тәртіп қатты ес қатты. Хасен кәдімгі қарт генералдай қатаң сөйлеп, бұйрық жарияласа болғаны бас шайқайтыны болмайды. Не жұмыс болса да бір кісідей қимылдайды. Енді әрекетке кірісті. Әуелі қойшының біреуіне 2 тілді ауызды азамат қосып базаға қарай жіберді. Бұлар дөңге шығып база қарауылына көрініс берген заман 10 шақты әскер аттарына мініп қоқақтап жетті. Келді де үшеуін қоршап тұра қалды. Қабасақал қара қойшы айғайлап: Бұлар Пәкістаннан отанға қайтып келе жатқан қазақтар екен. Сіздерге бағынып жердік үкіметке тізімге алынып жан бақсақ дейді, деді сасқалақтап. Көтер қолдарыңды. Қанша адамсыңдар? 10 адамбыз. Қатын баламыз арт жақта. Жиыны 100-ге жуық адамбыз. Қолдарын көтеріп тұрып, молғы Тұрапбай айғайды салды. Басқа адамдарың қайда? Шақыр. Бастарында дегіреймі қалпағы бар 10 шақты әскер ат үстінен мылтықтарын оқтап айбар шегіп тұр. Тұрапбай дөңеске таман шығып, қолын бұлғап: «Әй, бері келіңдер, үкімет әскер екен», деп айғайды салды. Мылтықтарын төбелеріне көлдерін көтеріп, жарасынан 8-і шұбырып шығып, сол беті әскерлерге қарай жүрді. Әскерлер де аттарынан түсіп, қаз-қатар мылтық оқтап тұра қалды. Қастарына таяп келіп тоқтаған Қасен: «Біз осы Қытай елдің Алтай тауының қазақ едік. Бір тілмәш ұйғыр аузына тимей әскерлерге аударып тұр. Осыдан 4 жыл бұрын Үндістан деген ұжымақ деп солай 3 мыңның үстінде қазақ өткен едік. Ол жердің күні ыстық, бақашаяны қаптаған нағыз тозақтың өзі екен. Көп санды адамымыз қырылып қалды. Біз су ішеріміз болып, мұз таулардан асып елге қайттық. Енді өздеріңізге бағынып, қамқорлықтарыңызды күтеміз. Құралымызды түгел тапсырып, амандығымызға кепілдік болуларыңызды тілейміз», деді қысқа қайырып. Бұлардың басқасы емес, қолдарындағы су жаңа құралдарына әскердің көзі тұнып кетті. Өйткені партизандардың құралының көбі Жүнго Пәкістан ғұнжырап шекарасынан кірген Англиядан шыққан жапырма құлақ гарман мылтық еді. Ал әскерлердің ұстағаны өз елімізден шыққан жаман қара гарман болатын. Қасен бастаған топ 10 мылтықты әскерлердің алдына әкеліп қойды. Қазақтар шегінген болып сеп жая бастады. Мылтыққа көзі тұнып тұрған бассыз-баусыз әскерлер ес-ақылдан жұрдай таласа тармаса мылтыққа ұшты. Орай жетті дегендей Қасен «ал» деп дабыстап атылып келіп қарсы алдында тұрған ұзын бойлы еті жеңді қараны алқымнан ала түсті. Басқа азаматтар да өз нысанасын бұрылтпай басып қалды. Кейбіреуі алқымдап, кейбіреуі таспен басына асатып, кейбіреуі жүректен пышақ салып, Тұңғышбай ауылының азаматтарының қанын ішкен жөйттердің көзді ашып жұмғанша жаһанамға аттандырып жіберді. Бұларды тез жайғастырып, қару-жарақ, ат көліктерін алып, бір қаншасы әскерлердің киімін шешіп киіп базаға қарай тартты. Жаңағы ұрыс майданы бір дөңнің асты болатын. Ол дөңнің астында не болып жатқанын базадағылар көре алмайтын. База жамбылының есігінде топты адам тұрды. Бұлар саптастар бейсауаттарды қырып, пайдаға белшесінен батып келеді деп масайрап тұрса керек. Қасендер дауыс шақырым таяй бере мылтықты тартылдатып атты бірақ қойды. Есік алдында тұрғандар жапа-тармағай жамбылға кіріп, бір қаншасы атқа мініп жамбылдан шыға қашты. Қарауылда тұрған әскер мылтықты бір қанша рет атып та үлгірді. Қазақтар келіп араласып кетті. Бір қаншасы атпен қашқандарды қуып кетті. Оқырда тойып тұрған ат қанша өгдеп шабасын. Жарау аттар аттатпады. Қашқындар қайта бұрылып аттарына қарағанша жондап тиген қорғасын оқпен бірге аттарынан домалап кетті. Жамбылда тірі түскен бір қаншасында аяған жоқ. Қоңыржайдың кезегіне таман бір-ақ асырды. Бұл база сол кездегі мемлекет шекарасы қорғанысының қажетіне сай Шыңғыстай үкіметінен бұрын тіпті Мәншин үкіметі тұсында салынған болса керек. 2 метрдей биіктіктегі топырақ жамбылы мұжылып, қақпа ағаштары шағылып, ішіндегі соқпа топырақ тамдардың дауалдың. Ішін қап-қара ыс басып, сыны кетіп ақ қалыпты. Болғанмен іші майлы көрінді. Оқ, мылтық, астық, жеңіл шатыр, таға шеге, жем-шөп, киім-кешек толып жатыпты.
Azamatlar örüklerinin kaltasının eşeğini aktarıp, kerekке jaraydın usak tüyeklerini de kamdap aldı. Demek, Құс ұшып, құлан жұрт болса сұхуме дегенде мұндай олжа қайдан кездесін. Молқы Сарбұған құлжауылы осы кезде 30-дың жуан ішіндегі атпал азамат еді. Алдыңғы 10 шақты әскердің ішіндегі жуан қараның қалтасын ақтарғанда қолына бір сом алтыннан соғылған 4 бұрыш мөр көзді ерекше жүзік түсті. Басқаларға байқатпай омырау қалтасына сүңгітіп жіберді. Кейін жүзіктің бетіндегі жазуды Сейтқанға, Қарамоллаға көрсеткенде Тұңғышбай деген сөз екенін анық болды. Осы 9 әріптің құны алтынның өз құнынан әлдеқайда артық еді. Жақша, Сарбұған бұл жүзікті Таспике Тоқтаубайдан басқа ешкімге көрсетпеді. Сол беті сандықтың түбіне сақтап, 1966 жылдар алапат төңкеріс басталып, түтін басына тінту салына бастағанда ғана басқа біреу әскерелеп қойып, езуімізді тілінер деген күдікпен үкіметтің қызмет группасы болып жүргендерге тапсырып берді. Өкілдердігі кейін саясат тиянақтаған кезде бұл жүзік ешқандай естеліксіз ғайып болғаны байқады. Сөйтіп қанды жүзік қайтып иесін таппады. Өз құнынан әлдеқайда артық еді. Сол күні түнде өтіп барып, қалған ауылды базағасына көшіріп алып, түскен олжа енжарсыз бөлініп, өзеннің ар жағындағы дөңестегі 10 шақты қабырға барып, аят оқып 2 күн аялдады. Сол Жамбылдың қасындағы өзен жағасында құрым киіз, кереге сынықтары қатарлы қазақи қиқымдар толып жатты. Мұны көрген әйелдер қайран ел, тұқым құтылмай қырылған-ау деп жыласып жатты. Бір тілмәш 2 қойшыны астарына көлік, қолдарына азық беріп, еліңді тап деп жолға салды. Жау алған жерде жайналып жата беруге болмайтыны көпке аян. Бұлар базаның 20 шақты кіре түйесін, 20 шақты ат қашарын алып, олжаларынан бұрау тастамай артынып-тартынып бір қора қойды айдап. Ер азаматтар түгел мылтық асынып, қорын оқ теңделіп, шығысты бетке алып тағы жолға шықты. Бұл 1944 жылдың қоңыр күзі болып, аң тойынып шөп пысқан шақ еді. Астарына ат мініп, түйе жетелеп, қой сарылығын айдап, кәдімгі қазақ көші болған шағын ауыл сол кеткеннен мол кетіп, жыла қонақтап 20 шақты күн көшіп, бір Ұлытаудың теріскейіне еленді. Неше күн еру болып, Ұлытаудың сай-саласын шалып, табиғатын болжап, аңы мен құстан басқа жандар жоқ ең тау екеніне көздері жеткен соң, сол тауды қыстап қалды. Негізгі азықтары қоңырағының еті болды. Көп санды қостар басында баспана жоқ еді. Жерден жартылай қазып, жартылай тас жинап, төбесіне қодас, құлан терілерін жауып, жер кепе жасап алды. Айтарға 30-дың үстінде қос болғанымен, мал өрісіне бола 3 ауылға бөлініп 3 сайды қыстады. Осы қыс қанша қатты болса да атыс шабыссыз елге өлтеңдемей бейбіт тұрмыс аса көңілді өтті. Үлкен кішінің көңілінде Құдай бұйырса жас шыққан соң Ұлытауларды асып, қиыр шығыстағы ел жұртқа барамыз деген үміт тіршілікке талпындыра берді. Қасен бастаған үлкендер ақыл қосып, азаматтарды аң аулаудан басқаға сие шығармады. Ондағы күмәндар, бөгде халықтың көз шалса, аз елді шауып кетеді. Иә, баспанасыз қашамыз деп түсіп қырыламыз. Онан да қолымыздағы малды қанағат қылып, Алланың бұйырған қоңырағымен жанбаға берейікке келді. Сонымен қыс өтіп, көктем келіп, жол ашылғанда қозғалып, жыла қонақтап, Ұлытаудың күнгей бетіне асып түсті. Жер табиғаты күнгей болғанымен сары жолының қары толық кетпеген әлі чытқыл суық еді. Жалаңаш қостарға ауыр тиіп, бала-шаға суықтан ыстан науқастана бастады. Көштің енді бетасы Ұлытаудың шығысқа қараған күнгей бөктері болды. 10 шақты күн көшкен соң мал ізі жолығып, сары жолды мекендеген Заңзу елі бар екені байқалды. Қолында жақсы қару, астында жарамды көлігі бар азаматтар болмаса, бас қалқа түсіріп алсақ деп күңкілдей берді. Бұл ақылды жөн көрген Қасен батыр, Сейтқан, Тоқтаубай, Жаукүш қажының ұлдары қатарлы 30-ға жуық адам жортуылға шығып, оңтүстікті бетке алып 3 күн жүргенде Заңзу малшылардың четіне ілініп, түнделетіп, үй иелерін тарсылдатып қуып шығып, үлкенді кішілі 10 шақты шатыр, неше жүз қой сарлық түсіріп қайта қайтты. Мал айдағаннан басқалары бөліне шауып, тағы бір қойнаудағы ауылға тиісіп, бір қанша шатырды сарлықтың беліне салып айдап келді. Бұрын мұндай жаушылық көрмеген Заңзу малшылары бірен-саран қара мылтықтарымен атқылап қуған болады, бірақ оқтары жол ортадан бұрқылдап түсіп, азаматтардың қаза-жеріне ешқандай қауіп төндіре алмады. Қазақтар көбінде қуғыншылардың аттарын қадап атып, қол аяғын қырқып,
жер тепкілетіп кетеді. Чизаң үстіртінің атақты Әли районында жүрген осы қазақтар дәл қазір кім көрінсе де аяйтын емес. Алайда осы жолда кім болса да өз тіршілігі үшін тырыспай жан қалмайтын еді. Ұлы Күнлен тауының батыс сілемінің күнгейінде көшіп келе жатқан осы аз қазақ ауылы түтін бас сайын Заңзудың сарлық қылынан тоқылған қара жампаны, шатыры жампанына ие болды. Жонтаудың ыспен ызғарына қара жампан хан сарайындай жылы, енді 7 ағайынды жұт келсе де суыққа жібермейтіндей еді. Az ауыл тағы үздік көшті. Жас балалар, қарттар үстірттің сұйық ауасына шыдамай, ісіп кеуіп шетінеп, өлім жітім көбейе бастады. Жүрген сайын жер үстірттеп бара жатқандай сезінді. Үлкендерден Шоңбай, Жүзбай молла, Сәби молла қатарлы бір қанша адам алдымен дүние салып, елді қатты шулатты. Қазыке, Қапан, Қайша, Зейнел қатарлы 10 шақты бала және шетінеді. Науқастанғандар тағы көп. Ел шошып кетті. Жүрісті азайтып, адамдардың демалысын көбейтіп, мал етін татырмай аңның қара сорпасымен тамақтандырып, қолынан келген дауыларын істеді. Осындай қайғы жұтқан күндердің бірінде бір күні таңертең аяқ астынан қалың Заңзу келіп басты. Даярлықсыз ел қолдарына құралын алып, жаяу жалпы жартастарға қашып шықты. Таң сәріде өктем келген жау шатырларды басып кетті. Төбеге шылбыр бойы бұрын шыққан Қасен бастаған мергендер атқылап әкетті. Жауға да жан керек, шатырдан ештеме ала алмай алдарына түскен малды қуып кетті. Десе де түске дейін аңысқан атыс болды. Қазақтан төлеген қатарлы 3 азамат оққа ұшып, Қойлыбай жаралы қалып жазылды. Қазақтардың артынан жарым ай торуылдаған Заңзулар сөйтіп шатырларын ала алмаса да, ірі қараны бір-ақ айдап кетіп, есе қайтарды. Осыдан соң қайтып келмеді. Бұлардың соңынан түсетін көлік жоқ. Ақсақалы болып, азаматы болып, бірінен бірі көріп, көт көтерер шама жоқ, жаяу қала берді. Көліксіз қалған ел шатырды кезектесіп көтеріп, сайдың басындағы дараға барып бекінді. Жігіттер жаяу аң аулап жаз ортасына жетті. Өткен жылы шекара базасынан түскен астық тақа таусылып, ел түгел аңның боршасына қарап қалды. Чай орнына 3 құлақ шөп қайнатып ішіп, аң етіне қой жуа, тау сарымсағын қосып жеп күн өлді. Күн ұзарған сайын аңда қашқақтап, ысы қатты жонда азаматтар алысқа жаяу жете алмай, аң еті де азая бастады. 30 қостық Ошарды жанның аштан қырылу қаупі күн санап таяп келе жатты. Амалсыз қалған Қасен қатарлы ауыл бастары ақыл құрап, 10 шақты азамат жаяу жортуылға аттанды. Бұлар 10 шақты күн шұбырып, аңнан басқа ештеме кезіктіре алмады. 12 күн дегенде батыстан шығысқа шұбырып келе жатқан топты кірені алыстан көріп, ұрымтал мойнақтан соны тосты. Жүргенге жүрге ілінеді, өлмегенге өлі балық деген сол ғой. Бұл кіре бір байдың Үндістан жақтан тартып келе жатқан сауда кіресі екен. Тоғанақ артқан 20 қанша сарлыққа қараған 5 қана кіреші түгел қолға түсті. Артқандар Үндістан жақтың торғын, торқа, құндыз, күріш, қалампыр, бұрыш, чай, аздап күміс безену бұйымдары қатарлы заттар екен. Көктен тілегендер жерден бергендей қуанғандарын сұрама. Тоңқалаңдап, зар қаққан 5 кірекештің астындағы аттарын сыпырып алып, азық-түлік артатын жалғыз сарлық беріп қолдарына салды. Содан аялдамай сол күні түнделетіп ауылдарына қайтты. 12 күн жаяу жүрген жолдарын төтелеп 8 күнде басып, аштықтан жүбіне жеткен қатын баласына жетті. Сонымен қолдарына көлік түскен соң Қазекең тоқтасын ба? 10 шақты адам тағы жортуылға барып, 60 сарлық, 10 шақты жылқы, 400-дей қой айдап келді. Қоңыр күзде тағы шығысқа қарай көшіп, қыс түсіп күн суытқанда тағы бір кең алқапты келіп қыстады. Бұл қысты көп жортуыл жортпай тыныштығымен өткізді. Күн жылынып, қар еріп, жол ашылғанда тағы тауды кенерелеп жыла қонақтап көшіп, бір үлкен кезеңнен асып келіп, Ұлытаудың теріскей бетін жайлады. Үйтетіні, Ұлытаудың күнгейінде Заңзу малшылары жиі жолығып, аз елдің амандығына қауіп төндірді. Бұрынның артығы істегендейін Заңзу малшыларына өз істегендер өздеріне аян. Бойларын аулақ салып жүрмесе, жалғыз түнде мерт қылу ықтимал еді. Үндістандағы қазақ елінен бөлініп сергелдең болған осы 3 жылдан артық уақыттан бері осы аз елдің кәрі жас ер-әйелі күндіз түні ойлайтыны. Қашан шіркін қазақ еліне жетіп жыласып, еңіресіп, көкіректегі запыранымызды ақтарып, мауқымызды басар екенбіз. Шіркін сол күндерге Алла жасаған ерте жеткізсе деп ойлайтын. Бірақ
Käzir kelip jaýlap oturgan Terskeyleriniň Küldün tawunyň Buhadawan asywynyň Terskey bedi ekenin, osunyň kyrçyksyndaky atdygysy bir jumalyk jerde gäste kazak awullary bar ekenen eşkimde oýlamagan edi.